Сәлем достар, каналыма қош келдіңіз. Видеоны көрмес бұрын каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Біз үй жағдайындағы кәуап дайындайтын боламыз. Ең алдымен 1 килограмм фаршымызға 2 пиязымызды үккіштен өткіземіз. Содан кейін дәміне қарай кәуап дәмдеу үшін қара бұрыш, зира, одан басқа да дәмдеушілер қосуларыңызға болады. Кептірілген нан ұнтағын саламыз. Жақсылап тұрып, қолымызбен нан илегендей илейміз. Тапамызға фольга төсеп, осындай таяқшаға кәуабымызды орналастырамыз. Кәуаптарымыз дайын. Отқа жібергеннен кейін толық пісу үшін ары-бері осы видеодағыдай алмастырып тұрамыз. Міне біздің кәуаптарымыз дайын. Сіздермен болған Жансая. Ас болсын.